Бәріне сәлем, бүгінгі анализбен бөлісе кетсек. Дневканы аштым. Дневка таймфреймде не көріп тұрмыз? Ең бірінші мынау барлық мына жердегі фитильдерді шешті болып саналады. Осы жерде айта кететін зат, шешті деп жатады ғой адамдар. Мысалға фрактал шешті, ликвид шешті дегенде шешудің екі түрі бар. Свип жасайды, свип дегенде естіген болғансыздар. Сосын рейд деген нәрсе бар. Свип десем, осы фитильмен, яғни мына жерде шешті деп аламыз. Неге? Себебі фитилімен мына фитильдердің төбесінен ликвидтен жоғары бағаға дейін барып, қайтып дене мына жақта төмен жабылды. Мына фитильдерден төмен жабылды, яғни свип болды. Свип болды деген кезде біз ары қарай ішіне кіріп 4 сағаттық, 1 сағаттық таймфреймдерде 15 минуттық, 3 минуттық деген секілді таймфреймдерге кіріп, уже кіретін точка ТВХ іздеп бастаймыз да. Тоже анализдерді жинап әрине. Сосын рейд деген шешу бар. Рейд деген шешу осылай денемен шешу. Мысалға, егер мына жерде бір фитиль бар деп алсақ, қазір мына жақта бар ма екенін көрейік. Рейдпен шешу, екі денемен қатарлас келіп шешу. Кейде слом болды деген секілді шатасулар болып қалуы мүмкін да. Мысалға, мына жерде алатын болсақ, мына жерде бір фитиль тұр, иә. Мысалға, мына жерде мына фитиль тұр. Осыны шешу үшін денемен жауып қалғандай. Мына жердегі ликвидті рейдпен шешті болып саналады. Неге? Себебі мынау қызыл денені полностью почти 70% жауып тастады денемен жоғарыға дейін апарып. Яғни бұл да рейдпен шешуге жатады. Рейдпен шешкен кезде, яғни біз мысалға мына жердегі ликвидті шешті деп саналсақ, үлкен таймфреймде мына жақтағы содан жоғары таймфреймдегі сол жақтағы мына ликвидті шешпейінше біз позицияға кірмейміз да, үлкен таймфреймдегі әңгімелермен, сөздермен, жолдармен жүреміз. Ал егер жаңағыдай мынандай фитильмен свип жасайтын болса, онда біз кіші таймфреймдерге кіріп, кіші таймфреймдерден ТВХ іздейміз деген секілді нәрселер бар. Енді біз мына жерде дневкаға қарайтын болсақ, дневкада мына фитиль бізде мыналарды шешті ма, свип жасады ма, келесі свечка құлап берген, астында өзіне фрактал қалдырған. Бірақ мына жердегі келесі свечка не жасай алмады, ешқандай шешу болмаған. Мына жердегі engulfing деп аламыз ба? Я, engulfing деп аламыз. Өздерінің мынандай минимумдарына кішкене денемен закреп жасап берген. Енді келесісі не перехай болды, мынаның төбесіне дейін барған жоқ, бірақ 70% жауып тастады. Дегенмен де ТВХ егер шортқа іздейтін болсақ, мына engulfingтен, онда біз мына денеден қарауымыз керек болады. Дневкада мен ПДХ, ПДЛ деген нәрселерді белгілеймін. Сол ПДЛ деп белгілеп қоямын. Яғни соның ішіне кірген кезде ТВХ-лар іздеу үшін. Так, мен мына жерде 4 сағаттықта не көріп тұрмын? 4 сағаттықта мына жақтағы ликвидтерді шешкен екен. Мынаны да шешкен. Мыналардың барлығынан жоғары тұр. Мынау жаңағы дневкадағы engulfingтің шешеді. Енді мен астына қарасам, өзі бір свечкада асты үстінен фитиль бар екен. Мынандай зат бар екен. Алдында мен осы фитильді де слом ретінде қарай беретін едім. Қазір оны қарамайтын болдым. Себебі мынаны да егер бір свечканың асты үстінен фрактал қалып кететін болса, онда оның астындағы фракталын слом ретінде қарастырмаймыз деген нәрсе бар. Сондықтан менде слом бұл емес, оның астындағы мына свечка болады. Бұл менде слом бос деп қоя салайықшы. Міне слом болды осы жерде. Слом
ликвид шешті және слом болды. Біз осы жерді қорғаныс аймағы, үлкен таймфреймдегі қорғаныс аймақ қылып санаймын. Үлкен таймфреймдегі қорғаныс аймағы. Және енді не көріп тұрмын? Имбаланс көріп тұрмын. Осы жерде мысалға мына жерден так. Мына жерде имбаланс көріп тұрмын CV. Енді бұның ішіне кірген кезде де жұмыс жасағанына қараймыз. Қаншалықты кіріп, қалай жұмыс жасады, яғни жұмыс жасалды деген фракталды шешу, ликвидтерді шешу, зона құру, слом жасау дегендер. Оның ішіне кірем 1 сағаттыққа. 1 сағаттыққа кірсем не зат бар? 1 сағаттықтың ішінде мынаның хайы 46-48, мынаныкі 46-18. Шешкен ғой, 46-48. Мынаны шешіп тапты. Шешілген екен. Осының астындағы мына жерде бізде слом болды болып саналады. Слом болды қылып қарастырамыз. Сломды біз қалай істеуші едік? Слом болды деп қарастырамыз. Енді осы аймақтан біз тоже шорт қарауымыз керек болған. Бір сағаттықтың ішіндегі қорғалған аймақ. Мына жерде де мына минимумды жауып, өйткені минимум и максимум бар. Жауып, не жасаған? Слом жасап тұрды. Осы аймақтан шорт кету керек болған. 15 минутқа кірем. 15 минутта. 15 минутта не бар? Мына жаққа 15 минутте егер мына фитильді мынау шешті етіп свип жасады деп қарайтын болсақ, онда бізде соответственно слом мына жоғары жақта болады. Яғни осыны асқан кезде біз сломға қараймыз. Мына жерді қарап көрейік. Шорт зонаның ішіне кіріп тұр. Мынаны шешті, мынаның астына слом жасады. Осы жерден осының ішінен шорт кетіп жатыр. Яғни мынау слом жасады ғой, кірді, шорт кетіп берді. Мына жерде егер ұстайтын болсаң $14. Одан кейін тағы мына жерге кірген кезде тағы да қарайтын болсақ $18 екен. Қазір не дейміз? 3 минутқа барып көрейік. 3 минутта да солай шортты көрсетіп тұр. Қазір шортты көрсетіп тұр. Бірақ Азия сессиясында мына жерде свип жасалып, сломда беріп лонгқа. Мына жерден лонгты ұстап көруге болады екен. Мысалға, мынаны егер свип жасады және сол жағындағы мынау 3 минуттықты қарап жатырық. Мына жерде қорғаныс аймақ болды. Мына жерге келіп лонг жасап жатыр екен. Қазір мына жерге келген кезде тағы бір көтеріп беру мүмкін, кішігірім. Осы жерге келіп көтеріп кетуі де мүмкін. Мысалға қараңыз, мына алдындағы свечканы 3 минутпен қарайтын болсаңыз, алдындағы фракталдарды мынау рейтпен жауып кетті. Рейтпен, свип емес, рейтпен жапты. Свип болса, мыналарды свип жасады. Мынау фракталдарды свип жасады.
фитильмен. Ал мынау мына жердегі фракталдарды рейд жасады. Рейд деп айтады. Яғни денемен мына денені жауып қалып слом берген сияқты, бірақ слом емес, жоғары қарай поглощать етіп кетті. Енді мына жерде не үшін құлап жатыр деп айтатын болсаңыз, неге құлап жатыр дейтін болсаңыз, мына жерді қараңыз. Слом свип жасады и астындағы бірінші фракталды закреп денемен жасаған. Мына свечка толық жаппаған, мына жерді поглощать етпеген. Сол үшін де мына неден engulfingтен тура төбесінен қарасын. Engulfingтің төбесінен шорт кетіп жатыр. Мынаның астына дейін барады. Соған тырысып жатыр. Осы. Енді асты жақтарынан мысалы тура ортада жүр. Қазір мына зонадан үлкен 4 сағаттық таймфреймдегі BC, CB и астынан BC-лар іздеп. Так, 1 сағаттықта мысалға 4 сағаттықта еді. Астында не бар? Астында мына жерді снимать етіп кетті. Сосын жоғары жақтан слом берді. Мына жер лонг көтеретін аймақ болып саналады. Мысалға, мына жер лонг көтеретін аймақ. Осының ішінде лонг көтеретін аймақтың ішінде мына жерде 1 сағаттықта не бар екен? BC бар екен. BC көтеретін не еді? FVG. Негізі осындай қорғаныс аймақ жасаған кезде үлкен таймфреймде еще осылай BC-лар қалатын болса, CB, BC дегендер, ол сол бағыттың күшті екендігін көрсетеді деген де тұжырымдар бар. Оларға да қарау керек. Сондықтан мына жерде слом болды, мына жақта. Идеально осы жерге келіп көтерілу керек еді, күшті болу керек еді. Келген жоқ. Мына жерден ғана кетіп қалды. Осы аймақтан 1 сағаттық қой, енді ол 1 сағаттық зона жоғары кетті. Мыналар уже ішіне кіріп кеттік, жаңа 15 минут, 3 минут дегендей. Сол.